Сәлем достар, бүгін бізде HTML-ден 3-ші видео сабақ. Біздер алдыңғы видео сабақта барлығын шрифтке арнаған болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта біздерде тағы да қызықты болады. Қазір біздер бүгін форманы үйренеміз. Форма болғанда бүйтіп форм, не деп айтсам болады. Email жаңағыдай тест, сондай заттар құрауға жаңағы. Қазір видеоның барысында өздеріңіз көретін боласыздар. Ол үшін біздер форм деп жазсақ болады. Бұны лучше новичок болсақ жазбадай қойсақ та болады. Бұны вообще керегі де жоқ. Түк пайдасы жоқ зат. Біздер енді параграфтан бастаймыз текті. Параграф дейміз. Мына жерге так неше керек болады. Біздерде бүгінгі үйренетін тегіміздің аты input деп аталады. Input type. Бірінші бізде мысалы текст дейміз. Текст. Енді жабамыз. Марды алып тастайық пока. Текст. Екіншісі бізде email. Үшіншісі бізде password. Төртіншісі бізде submit болады. Submit сосын мына жерге value дейміз. Қазір бірінші мен сіздерге көрсетейін, бұл қалай көрінетін барлығын. Кіреміз енді, обновить етеміз. Міне. Қазір нені алып тастайын, сызықты. Міне уже бізде кәдімгі форма, мысалы мына жерге бүйтіп жазамыз. Атымыз, келесі бізде email'ымыз. Міне пароліміз көрінбейді. Отправить. Осындай зат, короче. Енді бізде келесі мынандай. Мына жерде бүйтіп жазған кезде сіздің пароліңіз, email'ыңыз деп шығып тұрған жоқ. Ол үшін біздер бүйтеміз. Placeholder. Placeholder деген өзі сондай сөз бар. Тек дейміз, сөз дейміз. Мысалы мына жерге атыңыз, аты, жөніңіз. Мына жерге қазір көшіріп аламыз. Мына жерге email'ыңыз жаз дейік. Ал мына жерге placeholder, сосын барлығын қазақша жаза берейік. Құпия сөз. Енді міне аты жөніңіз үстіне басқан кезде мысалы бір сөзді жазамыз, жоғалып кетеді. Email'ға да сондай, құпия сөз бәрі сондай. Placeholder деген осындай тег, жақсы. Енді мына жерде орысша отправить деп тұр. Оны қазақшаға аударуымыз керек. Ол үшін біздер value деген тег ба, сөз ба білмеймін әйтеуір. Value деген затты қолданамыз. Оның ішіне қазақшалап жіберу дейміз. Сақтаймыз. Мына жерден сақтауға болады. Былай сосын Ctrl S пен сақтауға болады. Ctrl S. Мына жерде жіберу деп тұр уже. Мына жерге email жазамыз. Жіберу. Қазір енді достар, тағы бір жаңа форм жазайық. Форм жазбасақ болмайды деп тұр. Міне, жаңағы форм деген заттың бір артықшылығы осындай. Мысалы, мына жерге бүйтіп email'сыз жаңағы собачканы қоймай, ешет нүктені қоймай істесек, бұны бізде уже сразу қате деп шығарады. Міне. Адрес электронной почты должен содержать символ, собачка, бір зат, сондай бір заттар шығып тұр әйтеуір. Ал егер жаңағы формды алып тастасақ, мысалы,
бүйтіп алып тастадық. Міне жаза бересіз, уже формаға жатпайды бұл. Міне ешқандай зат шықпайды. Сол үшін бізде JavaStack осы форм осы үшін арналған. Міне, ал егер собачканы жазамыз, мысалы mail.kz қысқа жіберу, міне уже кетті, обновить етілді страница уже. Бізде input жаңағы несіне жоқ, енді тағы бір тек үйретейін мен сіздерге. Оның аты text area дейді. Text area. Text area деген мынандай зат, короче. Text area with қалай еді? With мысалы так 50 hate 20 қараймыз. Text ареяны жаппай кеттім мен қазір. Енді жабамыз. Text area жабылды, болды. Бізде уже мынандай. Короче, осыған бүйтіп текст жазасыздар, сосын жібересіздер. Мына жерге мысалы мынаған placeholder тегін жазамыз. Placeholder. Мына жерге сіздің текст дұрыс жаздым ба білмеймін. Сіздің текст. Мына жерге аты жөніңіз жіберу. Окей. Ағылшынша А кішкентай әріппен email kz болды. Мынандай не істеуге болады, не үлкейтіп, кішірейтіп дегендей. Мысалы мына input несінде көп жаңағы не десем болады. Типтер көп, input жаңағы аталай еді. Input тегіне жаңағы нелер көп. Басқа да типтер көп. Мысалы мына жерге password емес, reset дейміз. Сбросить. Мысалы міне қазір. Reset деген бұл артқа қайтару деген сөз. Кері деген мағына, короче. Сондай бір заттар, мағыналар береді. Бұл жерде енді placeholder емес, value қолданады. Value. Placeholder тек жаңағы нелерге. Email, password, там. Сондай бір заттарға. Мына жерге бәрін жою деп қояйық, мысалы. Бәрін жою. Бәрін жою. Қате жаздым. Бәрін жою. Енді достар қараңыздар. Қазір мына жерге заттар жазамыз. Бәрін жоюды бассақ, уже ештеңе жібермейді, просто не істейді? Жаңағы кетіріп тастайды. Кетіреді қайтадан. Мысалы қазір жаңағыдай қылып жазамыз, мысалы. Жіберуді бассақ, мына жерде уже қате деп шығарып тұрады. Ал егер бәрін жоюды бассақ, қайтадан бәрін кетіріп тастайды, қайтадан жазасыздар. Осындай міне input-тың жақсы нелері бар. Басқа да типтер көп бұның. Мысалы тағы да типтер бар еді. Так. Ctrl-C. Мына жерге мысалы reset емес, қалай еді? Радио деген тип бар. Қазір үйретейін сіздерге. Радио. Аны алып бастаймыз. Так, мына жерде параграф не істеп жүр. Радио. Мына жерге қазір параграфпен жазамыз бұны. Python.
ал қараңыздар. Тест. Тип тест болады сонда. Қайтып істейтін еді. Python. Мына аламыз. Мына жерге қосамыз. Жаңағы тестер болады, өйстіп таңдайтын. Сондай зат жаңағы радио деген тег. Python өйтіп таңдайсыздар. Сосын бәрін жойып кетеді. Достар, енді осы видео ұнаса лайк басамыз, комментарий қалдырамыз, каналға жазыламыз.